Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Есенғазина Белла Баймұхамедқызы. Орфография және пунктуация пәні. Дәрісіміздің тақырыбы дауыссыз және дауысты дыбыстардың емлесі. Дәрістің мақсаты дауысты, дауыссыз дыбыстардың жазылу емлесін түсіндіру. Дауыссыз дыбыстардың жазылу емлесін түсіндіру. Дауысты дыбыс өкпеден шыққан ауаның ауыз қуысына ешбір кедергісіз еркін шығуынан жасалады. Дауысты дыбыс буын жасауға қатысады. Дауысты дыбысқа екпін түседі. Дауысты дыбыс тіл, жақ және еріннің қатысына қарай жуан жіңішке, ашық қысаң, еріндік, езулік болып бөлінеді. А әрпі сөздің барлық буынында жуан сөздерде қолданылады. Мысалы, адам, ана, ағаш, бала, қала, дала, заман. Ә әрпі сөздің бірінші буынында. Жіңішке сөздің бірінші буынында жеке сөздерде қолданылады. Әже, әке. Тілде ә әрпінің осы негізгі ережеге бағынбай қолданылатын жерлері бар. Санаулы ғана сөздерде ә әрпі екінші буында қолданылады. Мысалы, сірә, күмән, шүбә. О әріптерінің емлесі. О әріптері сөздердің бірінші буынында жазылады. О әрпі жуан сөзде, О әрпі жіңішке сөзде жазылады. Мысалы, орақ, озат, орман, жол. О әріптерінің емлесі. О әрпі жуан сөздің алғашқы буынында қолданылады. Мысалы, ұзын, ұран, ұстаз. Біріккен қос сөздерді О әрпі сөз ортасында қолданылады. О әрпі жіңішке сөздің алғашқы буынында қолданылады. Мысалы, үнемі, үкімет десек. Ю, я әріптерінің емлесі. Ю әрпі қазақтың байырғы сөздерінде жазылады. Мысалы, қою, аю, ою. Я әрпі қазақтың байырғы сөздерінде жазылады. Мысалы, қоян, таяқ, аяқ, жая, яғни десек. Әріптерінің емлесі. Әріптері сөздің барлық буынында жуан және жіңішке сөздерде қолданылады. Қымыз, ішек, қатынас, қырмызы, кішкене, кілем, көңілді. Әріптерінің сөзде түсіп қалып жазылмайтын жерлері бар. У әрпінің емлесі. У әрпі жуан сөзде де, жіңішке сөзде де қолданылады. Мысалы, тау, сұрау. У әрпі жуан және у әріптеріне аяқталған етістіктерге у жұрнағы жалғанғанда ол сөздер қос у әрпі жазылады. Мысалы, бу, ф, х әріптері көбінесе орыс тілінен енген сөздер мен кісі аттарында жазылады. Фабрика, фонетика, фауна, шкаф, шеф, химия. Бұлардан басқа қазақ тілінің мына сияқты сөздерінде х әрпі жасалады. Халық, хабар, хат, хал, ханзада. В, Ц, Ч әріптері орыс тілінен енген сөздерде ғана жазылады. Вагон, вокзал, аквариум, устав, цех, цирк. Оф, ев, ова, ева жұрнақтарымен жасалған қазақ фамилияларында В әрпі жазылады. Ш әрпі орыс тілінен енген жалпы және жалқы есімдерде қазақ тілінің ащы, тұщы, кешше деген түбір сөздерінде ғана жазылады. Б, В, Г, Д дыбыстарына негізінен орыс тілінен немесе орыс тілі арқылы басқа тілдерден енген сөздер ғана аяқталады. Клуб, шкаф, устав. Жіңішкелік белгісі, айыру белгілері орыс тілінен енген сөздерде ғана жазылады. Январь, асфальт, руль. Г әрпі сөздің басында және ортасында ғана жазылады. Ғылым, ғана, шағала. И әрпі дыбыстарынан басқа дауысты дыбыстардан кейін ғана қолданылады. Ай, өй, мерей. И әрпі қазақ сөздерінде толық И әрпінен кейін жазылмайды. Соңғы дыбыстары ог, уг, ырк, рг, ик, мк, нк сияқты дыбыстар тіркесіне біткен кірме сөздерге қосымшалар жіңішке түрде жалғанады. Педагогтер, педагогтік.